Соңғы кездері адамдар арасында уақыт саяхатшылары немесе болашаққа барып келу деген сияқты қызығушылықтары көбейіп кетті. Тіпті ютубты ашып қарасаңыз, видео хостингтен өте көп болашақтан келген адамдарды таба аласыз. Қалай адасып жүргендерін білмедім, бірақ бұлар шынымен де уақыт саяхатшылары болуы мүмкін бе? Сонымен уақыт машинасы деген түсінікке келейік. Уақыт машинасы арқылы кез келген уақыт аралығына саяхат жасауға болады және қайтадан осы уақытқа оралуға болады деген түсінік бар. Бұл жай ғана түсінік, яғни факт емес. Егер факт болғанда мына болашақтан келген видеолар шын болар еді. Ал бұл видеолар жай ғана қызық үшін жасалынған, шығарылған видеолар. Уақыт машинасы деп аталатын терминнің өзі де уақыт машинасы деген 2002 жылғы фильмнен кейін таныла бастады. Оған дейін көптеген адамдар уақытты көлік арқылы ауыстыру туралы ойламаған да шығар. Ал бұл киноның романы 1895 жылы шыққан болатын. Жалпылай айтқанда уақыт саяхаты туралы көптеген мифтер бар. Оған қоса физикада да уақыт машинасы ұғымы туралы бірнеше теориялар бар. Уақыт машинасы дегенді қалай елестетеміз? Ол болашаққа барып, қайта осы уақытқа келу немесе өткен шаққа барып, осы уақытқа қайта оралу. Сонымен қарастырайық. Адам болашаққа бара алады ма? Барғанның өзінде өткенге қайта орала алады ма? Физикада салыстырмалық теориясы деген нәрсе бар. Бұл бойынша уақыт жылдамдыққа қатысты. Қарапайым тілмен айтқанда, жылдамдық өте жоғары болған сайын уақыт ұғымы азая береді. Бұл теорияны Альберт Эйнштейн енгізген болатын. Мұнда формуласы көрсетілген. Уақыттың релятивті баяулауы осы бір екі шамаға байланысты екендігін көре аласыз. Нақты бір мысал айтайық. Ғарышта егер адам сағатына 27.000 километрмен жүретін халықаралық ғарыш станциясында 6 ай болып қайтса, бұл адам жердегі адамдарға қарағанда 0,001 секундқа алдыда болады, яғни болашақта. Сондай рекордмен танымал адам Сергей Крикатьев жер халқынан 0,02 секунд алдыға жылжыған болатын. Ғарышта өте ұзақ уақыт өткізіп. Егер тіпті жарық жылдамдығындай уақытпен жүре алатын машинамен саяхаттасаңыз, тіпті уақыт тоқтап тұрғандай болады. Мысалы, егер халықаралық ғарыш станциясының жылдамдығы 30.000 км секундына болса, ол жақта 6 ай өткізу жердегі 6 ай бір күн өткізумен тең уақыт. Бұл болашаққа барумен тең. Бірақ сіз болашаққа бармайсыз. Жай ғана уақыт шамасы сізге басқаша әсер етеді. Сондықтан да болашаққа бару деп саналмайды. Уақытты қысу деп айтқанымыз дұрыс шығар. Ал өткенге баруға болады ма деген сұраққа қалай жауап бере аламыз? Ғалымдар бұл нәрсені де ойластырып жатыр және жол теориясына қатысты кейбір теориялар шығып жатыр. Бірақ нақты нәтиже жоқ. Нақты нәтиже шықпай жатыр. Бұл шықпауы да керек, өйткені егер мұндай нәрсе шығарылғанның өзінде, демек бұл нәрсені болашақтағы адамдар жетілдіріп, олар да өткенге бара алатындай күшке ие болулар керек. Бұлай болса, неліктен біз ресми хабарлардан болашақтан келген адамдар туралы естімейміз? Олар туралы хабар жоқ болса, демек артқа қайту мүмкін емес деген сөз. Болашаққа бару жөнінде кейбір ғалымдар мынандай бір теориялар ұсынады. Қазақша қалай аударылатынын білмедім, бірақ черноточинка деп айта берейін. Дәл осы черноточинкалар ғарыш кеңістігінде болуы ғажап емес. Бұл нәрселер арқылы объект бір жерден өте алыс қашықтыққа лезде ауыса алады. Қарапайым тілмен айтқанда телепорт сияқты. Және ол шын болуы да мүмкін, өйткені бұдан 20 жыл бұрын ғана адамдар тіпті қарақұрдым деген нәрсеге сенбеген болатын. Ал қазір бәріміз тек бұл нәрсенің дәлелденгенін білеміз. Мына бір черноточинкалар да болуы мүмкін. Уақыт кеңістігі осындай болса, мына жерден екінші домалаққа дейін жүруге ұзақ уақыт кетеді. Бірақ кей жерлерде уақыт кеңістігі осындай, және осы жерлерден черноточинкаларды табуға болады. Мына тесіктен кірсе, екінші жағынан өте қысқа уақыт ішінде орын алмас сол. Егер бұл нәрсе дәлелденсе, телепорт деген нәрсе де мүмкін деген сөз. Қазірдің өзінде адамдар телепорт жасауға үлкен күштерін жұмсап жатыр, және бұл шынымен де болуы мүмкін нәрсе. Уақыттың салыстырмалығына қатысты кітабымыз Құранда да кейбір аяттарда көрсетілген. Сәжде сүресінің 5-ші аятында ол барлық істерді көктен жерге қарай бағыттап жүзеге асырады. Кейін барлық істерді сендердің жыл санауларың бойынша 1000 жылға пара-пар бір күнде оған көтеріледі деп жазылған. Бағара сүресінің 4-ші аятында міне періштелер және рух 50.000 жылға созылатын бір күнде оған көтеріледі деп жазылған. Бұдан басқа Құдай әлемді 6 күнде жаратқанын естіген шығарсыздар. Бұның барлығы салыстырмалық теориясын дәлелдеп тұрғандай. Сонымен видео соңына жетті.
Видеоны аса лайк қойып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздің ойыңызша телепорт жақын болашақта іске асуы мүмкін бе? Онымен қоса Скавронның ВК-дағы группасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін үлкен қуаныш.